Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше, нәзік болып шығатын десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші жұмыртқаның ағуызын миксердің ең төмен жылдамдығы бойынша көпіртеміз. Енді көпіріп бастаған кезінде қант ұнтағын саламыз. Басында миксерді жай жылдамдықтан бастап, кейін қосып бастаймыз. Біздің ағуыз осылай көпіріп шығуы қажет. Сосын бізге кондитерлік пакет пен насадка қажет болады. Егер олар болмаса, қасық қолдана беріңіз. Сосын пергамент қағазына осылай салып шығамыз. Сосын қыздырылған пеште 3-4 сағат 90 градуста пісіріп аламыз. Сосын өз қалауыңызша крем жасайсыз, менде сливкиден. Біздің пісіп шыққан безелерге осылай кремді жағып шығамыз. Кейін өз қалауыңызша ортасына начинка салсаңыз болады. Менде начинка ретінде арахисті қолдандым. Кейін үстін жауып, тағы да әсемдесеңіз болады. Мен үстіне ерітілген шоколад құйдым. Сонымен біздің воздушный деп аталатын пирожный дайын, өте ерекше болып шығады. Ас болсын.